Қарасай ауданының тұрғындары Қазақстан халқы бірлігі мерекесін ерекше тойлады. Әр ұлт салт дәстүрін таныстырып, ән шырқады. Шараның ерекше сәті дертке шалдыққан балалардың ем-домына қаржы жинау мақсатында жасалған торт болды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Атмосфераны өздеріңізде сезіп тұрған боларсыздар. Бірлік күні елдің еңсесін көтеріп, түрлі ұлт пен ұлысты бір шаңырақ астына тоғыстыратын ерекше мереке. Әр халықтың мәдениеті мен дәстүрі, яғни татулық пен сыйластық үндескен сәтке бірге куә болайық. Бір жүректен мың алғыс акциясының сәнін кіргізген алып торттың салмағы да зілдей. Тұрғындар игі іске белсене қатысты. Ыждахатпен әзірленген тәттіні 48 сағат бойы 10 кондитер дайындаған. Қарасай ауданы әкімдігі тарапынан ұйымдастырылған қайырымдылық іс-шарасы. Біз сол іс-шараға келісе кеттік. 5 метрлік, ұзындығы 5 метр, салмағы 120 килограммдық тортымызды жасап, Сәуле Сапар медициналық реабилитация орталығына көмек ретінде, қолдау ретінде жасап бердік. Аутизммен ауырған қаншама балдар жақсы болып, қарапайым мектепке оқуға барып емделіп жатыр екен, мен сондай қуандым. Ауданда 35 түрлі ұлт өкілдері бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп келеді. Өңірде бұл істі нығайту үшін этномәдени орталықтар жұмыс істейді. Этномәдени орталықтардың бізде үлесі өте зор. Өйткені көп әртүрлі жағдайлар болады. Барып медиация ретінде бір-бірін жағы кешірім сұратып, татулыққа шақырып, көп мәселені өздері шешіп атады. Елімізде 1 мамыр күні елдегі этносаралық татулықты дәріптейтін, халықтар достығын нығайтатын айрықша мерекеге айналды. Ақжан Анапия, Рашид Шүкірәлиев, Қонаев медиа.